Ана сізге қарама-қарсы отырған енді бұл кісі Гүлнардың жеңгесі. Иә. Сөйтіп айтамыз, Гүлнардың жеңгесі құдағиларыңыз. Дұрыс, солай ғой енді. Бер жағындағы отырған қайтеміз? Қуанышбай ағаның ана кісінің қайынсіңлісі Жамбыл Қуанышбай ағаны танымайды ғой Гүлнардың енді ағасының деп айтайын. Мына жігіт Серік деген жігіт, Емілдің жолдастары, мына кісі менің жолдасым, аты Бұқай қызмет жасап жатыр сіздерге. Бұл жерде міне Бижан Құрманова дейді, бұл кісі елдің қайын-бикесі. Енесі. Танымайтынсыздар, ана елдің қайын-бикем. Керексіз сіз вообще. Мына жаңағы құдағиларыңыздың Гүлнардың жеңгесі болып келеді. Ғалым Оқтябрдың адамы бұл кісі. Енді бізде әлі күні бұл кісілер болған жоқ, бүгін келіп отыр. Мына ағадан үлкен ағаның әпкесі болған. Сол кісінің енді оқысы жоқ. Бұл неде мына кісі ең үлкен баласы енді бізге жаңағы қайнамыз ғой. Сол кісі жолдасы айтты. Аға ақтыңызды айтыңыз енді. Қасым аға. Онда сіз кезде болдыңыз ғой. Сөзден ұсталып отырдыңыз ғой. Иә. Енді тағы да аңдап таныстыра береміз кейін кісілерді. Енді бірінші танысық досты. Мына кісі тастық кетпей, мына ағаның жолдасы, абысынымыз Гүлманат деп. Нәлі көрген жоқсыңдар? Жоқ, оны сіз ұстап жатырмыз. Енді алыңыздар. Не деп айтам? 100 грамнан алдаға Балғалының қызы. Сүйдеп айтыңыз, балғалымыз деп айтыңыз. алыңыздар, алыңыздар. Менің сіңлімді алып, бұлар өздері нетіп жатыр. Сіз арасында регулировка жасап қойдыңыз. Ал енді құдағилар таныстық үшін енді. Тегі Гүлжат құдағи сағамын. Бәрі құймапсыңдар. Кім? Серік? Жоқ. Бұл кісінің болмақ енесі, жаңағы ағзарымыз үйден орнаған баласы. Енді Байтұрған аға деген енді талай жыл қызмет істеген ауылдың үлкен Аллаға сізге қатты сөзіңіз. Енді Байтұрған аға, өзіңіз бір тілек білдіріңіз құлаларға. Бұл кісінің қазір кемпірін алып келіп, ол кісі сұрасы дүре сөйлейді кемпір. Құдалар, жастар. Бәрі сұрттарынан естіп жүрмін. Қазірттен бастап білем. Бұрыннан араласып жүргенбіз. Байқаймын дұрыс ауылдың балалары екен. Осындай жерге құда болды. Бізде құдайға шүкір. Аса бай болмаса, кей болған орташа. Аса ата-бабаларымыз жаман өмір сүрген. Барлық дұрыс болған. Әкемізден бәйбішесінен алтылып, тоқалынан алтылып қыздарын білмейміз. Бұндай адамдар болғанбыз. Енді соның ұрпақтары біз жаман болғанымыз жоқ, жүрміз. Біздерді келген қадамдарыңызға гүл өтсін. Амин. Біз сияқты бақытты болыңыздар, осындай қуанышқа келеріңіздер. Тойға оласың. Барлықтарда аман сау, кендеріңіз сау, аман сау болыңыздар. Осындай қуанышқа жете беріңіздер. Ал құдағиларыңыз бұл жерде бар. Тағы сөйлейді. Ал амандасып, сәлемдесіп,
Elleriniz sağ olsun. Mına kelgen kadınlarınızga gül bitsin. Olsun iki balanın koşuna kelgenlerimizge köp rahmet aytам. Olsun koşta bargıra şapkılap jüremeyik. Elimiz sağ bol. Kızıma toymayıp. So balalarımı kızım körüp şapkılayın dep men de bir sesini bağlı. Oy kızdayım abi size kes. Olsun kızımı köreyim tavağıday. Allah rizamın. Yemini söyledim ben körüp. Ben balamı döndürdüm. Dostlarımı döndürsem. Amin. Sizin kasınız bizge versin. Dostunu aldım. Düşmanı az olsun, dostları köp olsun. Күндері жарық болып, жарқырап жүрсін деуі. Алдында шапқылайсың, менің арбамда. Айтпағаныз келсін. Мен өзім кішкене басым ауырып, кішкене жата тұрайын. Keç konuşken bugün. Рас айтады, рас айтады. Al alınızdan. Жоғары жақта сабалар. Sizlerдің замандастарыңыз ғой size. Al endi alıp koymuşlar kanallardan. Ya men biz işimiz değil. Yok endi bular. Çok men o dav yerinde koy soğuk. Осы кісіні зорлай беріңіз. Ағаш ағасы да? Жоқ, өзің бауыр. Yok, Maygut'un karşı. O kісі бата берді ғой. Енді мен айтып отырған осы екі апаға баса еттім. Озан апа. Біреуі Озан апа. Мырза апа. Мен ана Қазыбектің нағашы апасымын. Ағаш апасы. Менің әпкем екенсіз мырза болса. Өзің алып Қазыбек құдаларын құда мың жылдық, 100 жылдық дейді ғой. 1000 жылдық құда бол. Бізде дәм тартып келіп қалдық енді. Мына жақсылықтың үстіне. Мына ағдастыққан осындай жақсылыққа жиналсын. Екі баланың көтерген шаңырағы биік. Осағасы беріп, еліне елеулі халқына қалаулы болсын. Осы көпшілікке де тілейтінің сол. Алыстарыңыздағы алып қойыңыздар. Koy berekelde. Al siz alasınız hep biz sonra sizge karab biz alamız hep. Құдағы енді айтқан сөздің шындығы шынайы Yok болса, kat. Осы жолы шер ғой енді. енді осы өшпесеңіз өз сөзіңіз. Осыдан басталады ғой. Өтірік айтын, Мен өтірік мына айтын. Қазыбектің шешесінің інісімін. Ол кісі үлкен әпкем, мен ең кенжесімін. Нағашы апасы боламын ғой сонда. Құда тауба міне. Бала-шаға ер жетіп, құдалы болып міне. Жатыр ертеңді Құдай бұйырса келінді болады. Алла нәсіп етсе. Міне бүгін енді мына қызымыз ұзатылып, сіздердің боса қатысып отырмын, ол да бөтен емес екен өзім мырза. Мен енді Шаған тауыныкімін, сіздер енді ой мырзасыздар ғой. Біз Шағандікіміз. Біз енді бой бермейміз ғой жолбарыс ауылымыз деп. Иә, тауба Құдай енді. Бәйбішесің ба? Бәйбішемін. Иә, бәйбішемін. Шаған тауыныкімін. Шаған тауба, міне балаларымыз бақытты болсын. Иә, көтерген шаңырақта биік болып, берісіне елеулі халқына қалаулы болсын. Мына керегесі кең, терезесі тең, достарының алдында емес, артында емес, ортасында жүрсін. Енді ол алдында жүрсе жаңағы көз болады дейді ғой, артында жүрсе сөз болады дейді. Сол сияқты Құдай тауба елдің ортасында жүрсін. Осы бала-шағаның тілеуін тілесіп келатырмыз ғой, бәріміз осы ата-ананың тілегені баласы. Иә, атасы басқан жерде осы жаңағы үй басқаны әлгі ноқта қосады, атасы басқаны Құдай қосады дейді ғой, сол сияқты Құдаң құрдасыңдай, ағайың сырласыңдай болсын деп жатырмыз. Мына Құдайға тауба. Міне бала-шағаның енді өздерінің қатарлар екен. Құдағи құрдасындай, құдасы сырласындай болсын. Бала-шағаның қыр-сырын теңдей бөлісіп жүрсін. Иә. Енді аман болсын. Алла нәсіп етіп, екеуі тең жүрсін бұл өмірде енді. Басқа не айтамыз, жаңа әлі сөз көп қой. Мына үлкен кісінің сөзіне біз қосыла береміз. Құдай осы айтқан сөзіміздің бәрі Құдайдың құлағына шалынып, періштеміз әумин болсын.
Көрсетіп былай, фигураны көрсетіп былай. Nasıl жағдай ғой бұл кісі? Құдағында ойлап, дастархан жайып күтіп алып жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Ақмарал қызымыз бен Аңсар баламыз бақытты болсын, тіккен шаңырақтары биік болсын, керегелері кең болсын, үйінен әсте қонақ кетпесін. Астың дәмін кетірген қыз әулие, екі елді елдестірген қыз әулие деп осы қызымыздың арқасында өздеріңізбен құда болып жатырмыз. 1000 жылдық құда болайық. Бізге келген Майгүлде жас қыз болып осы Ақмарал сияқты келін болып келіп еді. Енді Ақмаралды ұзатып отырмыз. 2 жас бақытты болсын. Осы отырған бәріңізге тек қана жақсылық тілеймін, шаңырақтарыңыз шаттыққа бөле берсін. Сол үшін алып қойыңыздар. Рахмет айтқаныңыз. Ал енді өздеріңіз көрдіңіздер енді. Ой, Қыдыр бабам қолдан еш болмасын. Дастарханымызға байлық берсін, дентерімізге саулық берсін. Бастарымызға амандық беріп, бастарымызға адалдық берсін. Алла тағала мына екі баламыздың қосылған қосағы ұзағынан жанып, босағасы берік, шаңырағы биік болып, ұзақ өмір сүріп, еліне халқына абыройлы ақ жүзді болып, мәртебесі биік мерейі үстем болып, басынан бақ кетпесін. Амин. Keşten keş şahsı değil o. Keşten keş yok bulay bulay. Bu halde ne bu? Sabır gününde de kek bile biliyor. Söyle güzel kaldı. Ол апта еркек қой. Burada kıyvatımız yok. Olsa dediniz. Benim ağzım kanatın cayı yok. Öldürdüm. Жақсылық бола берсін. Енді қызымыз енді осы келген жерінде барлығына сыйлы болып, ата-анасына о жақтан да бұл жақтан да алтын көп болып, бір-бірімізбенен жаңағы табыстыратын қыз деген өріс дейді ғой. Сондықтан өрісіміз кеңейе берсін. Балаларымыз бақытты болсын. Құдай тағала осындай барлықта да осы ұлдарыңды өсіріп, қыздарыңды осындай өткізіп, тойға кездесе берейік. Амин. Осы бақыт жақсылық бәрінде болсын. Ал енді мына Құдекеңнің алғашқы мінекей қуанышы, тойыңыз құтты болып, осы балаларыңыздың қызығын көріп, ел алдында осы жаңағы жақсы, абыройлы, ақ жүзді болып, осылардың қызығын көріп жемісін жеңіз. Той тойға аласың, тойдан енді қалмасын. Алып қойыңыздар. Төс қағыс құда болып жатқаннан кейін төс қақтарымызды қоя берейік. Қазбегіміз өзіміздің қазбек дегендей Құдайға шүкір. Жақсы болды. Комбайнда сұрап алатын болдық. Тракторында сұраламыз. Күш бізде енді. Күш кетті. Қазбек, ойнаған кішкене. Шөншік бізде. Сонымен ананың аялы алақанын берсін. Әкенің далалы тартқандығын берсін. Екеуіне ана 2 жасымыз. Сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Нұр жауып тұр, Құдайға шүкір. Пейілдеріңізге рахмет. Ақ пейілмен бізбен шын құда болып отыр екесіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Аман сау болайық. Қазбек, қиялданып қалдық.